Бұл видео сабақта Google Classroom платформасының задание бөлімін толығырақ қарастыратын боламыз. Өзінің атайтып тұрғандай, бұл бөлім сабақтағы ең маңызды нәрселердің бірі тапсырма құрастыруға бағытталған. Бұл бөлімде тапсырма құрастыру создать батырмасын басу арқылы жүзеге асырылады. Егер сіз создать батырмасын бассаңыз, сізге тапсырманың 4 негізгі түрін жасауға мүмкіндік береді. Олар задание, задание с тестом, вопрос және материал. Бұл бөлімдер техникалық жағынан бірдей қызмет атқарады, ал тапсырманың форматына байланысты аздап ерекшеленеді. Сондықтан біз осы 4 бағыттың біреуін ғана, яғни задание бөлімін қарастырамыз. Задание бөліміне басқанда сізде мына бет ашылады. Әдеттегідей, сіз бірінші тапсырма атауын және тапсырманың сипаттамасын енгізу керексіз. Сондай-ақ астыңғы жағында сізде 2 маңызды батырма болады. Добавить батырмасын басу арқылы сіз тапсырмаңызға Google Диск, интернеттен алынған сілтеме, компьютеріңіздегі қандай да бір файл немесе YouTube арнасынан видеоның сілтемесін қоса аласыз. Ал создать батырмасын басу арқылы Google-дың қандай да бір басқа сервистермен синхронды жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Бұл батырманы алдағы уақытта тағы қарастыратын боламыз. Бұл терезенің оң жағындағы осы тапсырманың негізгі баптауларына арналған бөлімді көресіз. Ең алдымен бұл тапсырманың қай оқушыға арналғанын таңдайсыз. Егер тапсырма барлық оқушыға бірдей арналған болса, онда все учащиеся бөлімін таңдайсыз. Егер бағалау қажет болса, мұндағы баллы бөлімінде максималды балды орнатсаңыз болады. Бірақ елімізде көп жағдайда бағалау басқа платформаларда жүретін болғандықтан, без оценки бөлімін таңдасаңыз да болады. Сондай-ақ, тапсырманы тапсырудың уақытын орната аласыз. Егер сізде бір тақырыпта көп тапсырма болса, онда тема бөлімінде оларды біріктіріп, арнайы тақырып жасап қойсаңыз болады. Осыларды жасап болған соң, создать задание батырмасын басыңыз. Сонда сізде задание бөлімінде өзіңіз орнатқан тапсырмалар тізімі шығатын болады. Сондай-ақ бұл тапсырманы лента бөлімінде де көруге мүмкіндік бар.